Şunun için yasnaylı, kiyineyli. Дильшат Закиров снова запел. В своем новом видео на песню «Карвай» популярный шоумен выступил против дискриминации по цвету кожи. Шындақшын ичкі тоғыр көдім, чүнке мен кичік уақытымда нұрғын менен чоңла болсын, яшла болсын, даже қызла болсын, чақ-чақ Дильшат Карвай деді чү. Чош мен көңім кекіп біткенде, мен мұш еқында мәлігі бір көчіла жүрсем, аш Карвай деген сөз текі баке. Аш Карбалан текі Карвай деп ла жүріпті шыныңда мен ойлдым, немішке мен мұш темін көтіріп бір нақшы язмаймен, бір қызық тұрып, бір халықты яқыдыған болсын, Карвайлағы яқыдыған бір нақшы ойлайчу деп, мен бұны ойлап, бұның текстін яздырыш үшін бірінші Ринат Таипов енімі бағантым, ол текстін маған бір күн ішінде еспәді. Музыкасы келгенде, бұның музыкасын қана қып яздақ, ұйғырча тұттан қып язайлы десек, яны как-то енді бір қызмет болып қалды кетіп, шынында мен бұның музыка іздедім, подходящий бір дұрыс келген бір музыка іздесем, бір Молдаваланың музыкасын алдық. Молдаваланыки Юнил Исрати деген бал етедіке, бұны ақшын мен шының телефон қылып, музыкасын сорап, рұқсат бергендіке, шу музыкаға біз текіс язу қарина шықымыз отырып. Шу? Соныңки бұл Карвай деген ақшы шықты мана. Мен өтіп осалзы қалыққа ек отыды, особенно Карвайлағы ек отыды деп ойлаймын. Азыр маңа Ахвайла сиырықлан нұрғын езіп атыды, уже Инстаграмда болды, сон Ватсаплада, яки телефон звонит қыптайды. Әнді біз тоғырлық, Ахвайла тоғырлық, яки бір сиырықла тоғырлық бір нақшы қағын, әнді бұны Карвайла чөтістер біздің алдымызды көтірілік еттіңла деген. Чақ-чақла давамыз шатыда азырчы. Трек «Карвай» стал кавером на популярную песню молдавского исполнителя и композитора Ионела Истрати. В съемках клипа также приняли участие певец Адылкари, шоумен Бахиджан Сауржанов, а женские роли исполнили Шахинур Сайдырукова, Сахаргуль Мухтарова и Руфина Масимова. Я особо не делила людей на Карваев или на Акваев, я общалась со всеми людьми одинаково. Участие в этом проекте мне придало уверенности. Я давно хотела себя реализовать в творчестве. Я очень долго к этому шла и не хочу останавливаться на достигнутом. Впрочем, полностью возобновлять певческую карьеру Дильшат Закиров пока не намерен, а шуточный видеоклип «Карвай» вы можете посмотреть в музыкальных блогах телеканала Танритах. Яны актерлық, яны Құдайым бүрсі келечекте режиссерлықны оқып, диплом еп, чоң ішланы қылдыған ойым, планым ба. Енді нақшы етіп, сақның кіші сазырчы ойым жоқ мен. Назгому Салимова, Адылжан Садыков, телеканал Танритах.